Сәлем достар, бүгін осындай шып-шымсақ кекстер жасаймыз. Каналдан алыстамаңыздар. Ең алдымен 4 жұмыртқаға 1 кесе қант саламыз. Кейін оны жақсылап көпіргенше миксерлейміз. Енді оның үстіне 1 кесе майонез саламыз. Оны да жақсылап миксерлейтін боламыз. Енді жұмыртқалы массамыздың үстіне 2 кесе ұн саламыз. Кейін оның үстіне 2 кішкентай қасық, яғни шай қасық қопсытқыш салып, жақсылап, ең алдымен миксерді қоспай миксерлеп аламыз, себебі оны шашырап кетуі мүмкін. Кейін миксерді қосып, жай жылдамдықта араластырамыз. Міне масса осындай, өте қою да, өте сұйық та болмау керек. Енді әрбір формаға 1 ас қасықтан осылай құйып шығамыз. Қазір арасына мейіз саламыз. Егер мейіз салмайтын болсаңыз, бірден 2 қасықтан құясыз. Немесе вареный сгущенка да салсаңыз болады. Міне әрбір кексқа осылай 2-3 мейізден салып шығамыз. Жаңа айтқандай, міне 2-ші қасықты құямыз, себебі мейіз ортасында қалуы керек. Кекстарды 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 30 минуттай пісіреміз. Міне осындай болып шығады. Шамамен 18 дана. Және де каналдан алыстамай тіркеліп қойыңыздар.